Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздерге бүгін песочный самсаның рецептімен бөліскім келіп отыр. Өте дәмді, тіпті заказға жасасаңыздар да болады. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, дамуына өз үлесіңізді қосыңыздар. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін 500 грамм ұнға 200 грамм кез келген сары майды пайдаланамыз. Майымызды теркадан өткізіп, немесе еріп тұрған болса, қолмен де езіп, ұнмен араластыра бересіздер. Осылай май мен ұнымызды біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді үстіне жұмыртқаны жарамыз. Және де салқын 200-250 мл суға бір шай қасық тұзды салып жақсылап араластырып, осы салқын сумен елейтін боламыз. Мінекей біздің песочный тестамыз дайын болды. Енді бұны жарты сағатқа салфанға салып холодильникке қойып қоямыз. Оған дейін начинкасын дайындап аламыз. Начинкасына бір пиязды ұсақ қылып турап аламыз. Менде 400 грамм тартылған сиыр еті, оның үстіне осындай бір пиязды ұсақтап турап алып қосып, және де бір картошканы көбіктап ұсақып турап, оны да қосып жібереміз. Өз қалауларыңызға сай, бұл картошка қоспасаңыздар да болады, тек пиязды ғана қосып фаршпен істесеңіздер де болады. Енді татына қарай қара бұрыш және тұзды салып, 3 ас қасық сүт құйып араластырамыз. Немесе сүттің орнына салқын суды құйсаңыздар да болады. Сол кезде біздің фарш піскен кезде арасы ашылып, жұмсақ болып піседі, ет бір жерге үйіліп тұрып қалмайды. Біздің тестамыз холодильникте жарты сағат тұрды. Енді алып, оны 15 бөлікке бөлеміз. Негізі кішкентайық жасасаңыздар 30-35 штук шығады. Ол кезде әрқайсының граммын 40 граммнан өлшейсіздер, ал 15 штук шығарған кезде үлкен қылып 70 граммнан өлшеп жасаймыз. Немесе қамырды көз мөлшермен де бөле берсеңіздер болады. Енді әрбір бөлікті осылай қолымызға немесе үстелдің үстіне қойып, томалақтап шығамыз. Үстіне ұн сеуіп отырып, өте жұқа емес, дөңгелек қылып, әрбір бөлікті жайып шығамыз. Әрқайсының үстіне бір ас қасықты толтыра салмасын салып шығамыз. Ең бірінші шет-шетін бір қабат жауып аламыз, одан кейін ең шетінен бастап өруге кірісеміз. Дәл осы видеодағыдай жартылай өріп шығасыздар, немесе өз қалауларыңызға сай басқалай түйсеңіздер де болады.
Мінекей, мен барлығын өріп шықтым. Барлығы 15 штук шықты. Енді самсаның бетіне жұмыртқаның сарысын ғана пайдаланамыз. Соны араластырып, әрқайсының бетіне жағып шығамыз. Бетіне сәндік үшін немесе ерекше дәмі шығып тұру үшін осылай кунжут себеміз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Барлығы 30-35 минуттың ішінде пісіп шығады. Ол әркімнің пешіне байланысты болады. Мінекей достар, біздің песочный өгілмелі самсамыз дайын болды. Өте дәмді шықты. Ішінде еті де жұмсақ, бір жерге жиналып қалмаған. Осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған Альмира. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады.